Маңға, не тығылсың? Шығар анауын бәрін көрейік. Ештеңе жоқ бар. Шығар дейім! Мамашкам ауыр жатыр еді. Соған дәріге ақша жетпей жатқан. Содан кішкене шетінен алсам, ештеңе етпейді деп ойладым. Үлкен шаруа болмағанда қолым ұшында тигізбейтінен рас айтам. Сәке, кешіріңізші. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Арғы күні немеремнің тұсауын кесеміз. Үлкен той болады. Бәрің бірін қалмай, солидно, сықиып тұрып киініп келіңдер. Мага, уайымдама, ештеңе етпейді. Сен де кел. Ағаңа бір сыйлық алып келсең, как раз анау косягыңның бәрін жуып шаясың. Болды, сәке. Айтпақшы, адайдың бір арғымағын алып келсең, ой, ағаң қатты қуанып қалады ғой. Ал жігіттер, не дұрыс? Жүрің, жұмысқа кірсек. Мага жылқы алып келемеген қалай ойлайсың? Что-то кемейтін сияқты ғой. Маганың басы жазылса, баяғыда қаладан кетіп қалу керек. Все-таки Маганың басы жасамайды екен. Байталман, ну? Қас. Ассалаумағалейкум, сәке. Адайдың арғымағын таппадым. Бірақ мына Байтал да жаман емес. Сәке, өзім барып лично таңдап алдым. Сәке,